Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Ахмет Байтұрсынұлы, бүгін сіздерге менің өмір жолым туралы мәліметпен танысасыздар. Сіздерге бүгін сабақта шығармашылық табыс тілеймін. Сәттілік. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ахмет Байтұрсынұлы ауылында дүниеге келген. Бұрын ол жер Торғай облысы Тосын болысы Сарытөбек атты кішкентай ауылы болатын. 13 жасқа дейін Байтұрсынұлы жергілікті молдалардан білім алған. 13 жастан кейін әкесінің ағасы Ерғазы оны Торғайдағы 2 класстық орыс қазақ училищесіне апарған. Айтпақшы, сол училищені ашқан Ыбырай Алтынсарин еді. Қызық, е? Ахмет Байтұрсынұлы Торғайға оқуға келгенде Ыбырай Алтынсарин 45 жаста еді. Осылайша ұлтымыздың ұлы бір ұстазымыз екінші ұстазымызға жол ашып берген деуге де болады. Торғайда оқыған кезде ол демалыста үйге қайтпай, пансионда тұрып кітапханадан шықпайтын. Ол әлем әдебиетін, тарихын, географиясын терең зерттеген. Сол кезде Ахмет Байтұрсынұлының көзі бір нәрсеге жетеді. Барлық оқу құралдары орыс тілінде екені, оқудың орысша бағдарлама бойынша жүріп жатқаны, қазақ балаларына арналған оқулықтар мен әдістемелердің жоқтығын байқайды. Осылайша жас кезінде ол өз өмірінің басты мақсатын табады. 1891 жылы ол мектепті бітіріп, Орынбор қазақ мұғалімдер мектебіне түседі. Осылайша ұстаздық жолға түсіп, 1895 жылы өз оқуын бітіреді. Орынборда мектептің аты киргизская, яғни қазақ мектебі болса да, оқудың басым бөлігі орыс тілінде жүргізілді. Мұғалімдер училищесін бітіргеннен кейін жас Ахмет 6 жыл мұғалім болу керек еді. Бірақ ол 6 жыл ғана емес, өмір бойы ұстаз болды. Кейін ол Ақтөбе уезінде, Қарабұтақ ауылында, Аманқарағай ауылында мұғалім болады. Омбы, Ақмола, Семей халық мектептері директорының іс жүргізушісі болып жұмыс істеген. Мұғалім болып жұмыс істесе де, оған қоса газеттерге мақала жазып жүрді. Алдында айтып өткенімдей, Ахмет Байтұрсынұлы газеттегі мақалалар арқылы да, петиция арқылы да саяси тұрғыдан қазақтарды әрқашан қорғаған. 1913 жылы болса, қазақ газеті шықты. Ол газеттегі мақалалардың көбін Ахмет Байтұрсынұлы өзі жазған еді. Сол арқылы халықты әр салада дамытып, ғылыми, саяси сауатын ашқан. Қазақ газеті Алаш партиясының, кейін Алаш орданың басты газетіне айналады. Ал Ахмет Байтұрсынұлы болса, Алаш орданың көшбасшыларының бірі болады. Алаш орда құлап, кейін совет үкіметі орнағаннан кейін де ол халыққа көп қызмет етті. Түрме мен айдауда ұзақ жылдар болғанымен, ол көп еңбек жазып кеткен. Оның сыры бос жатпау. Қай жерде болса да қолына қағазы мен қаламын алып еңбек еткен. Тіпті өкініштісі 1937 жылы ұлтымыздың ұстазы жалған айыпталып, репрессияға ұшырайды. Айта берсек, Ахмет Байтұрсынұлы жайлы айтар сөз көп. Осы шығарылымның мақсаты сіздерді ұлт ұстазымен таныстыру және де қызығушылықты ояту.